Дыбыспен жаттығу әдісі оқып үйрету, әріп таныту кезінде негізгі әдіске жатады. Ең алдымен балаға сөздің ішіндегі әртүрлі дыбыс барын білдіру керек. Сөйлеп тұрған бала сөз ішіндегі дыбыстарды айыра алу үшін алдымен мұғалім бір дыбысты айтып, балалардан қандай дыбыс естідіңдер деп сұрау керек. Балалар мұны тез табады. Мұғалім келесі дыбысты айтады. Солай бірнеше дыбыстарды айтқаннан кейін балалар дыбыстың әртүрлі болатынын біледі. Және бір дыбысты айырып тануға күші жетеді, дейді Ахмет Байтұрсынұлы. Екінші қадам. Енді балалар сөз ішіндегі дыбыстарды ажыратуға дағдылануы керек. Ол үшін әуелі бір буынды сөздер алынады. Оны игеріп болғаннан кейін екі буынды, одан әрі үш буынды, төрт буынды сөздермен жұмыс жасалады. Ар, аз, ал, ас, ор бір буынды сөздер, ара, аза, ала, ара, ора екі буынды сөздер, арала, аласа, орама үш буынды сөздер. Бұл жаттығулардың нәтижесінде балалар сөзде неше дыбыс бар екен және олар қандай дыбыстар екенін ажырата білуі керек. Сөзді бастап тұрған қай дыбыс, ортасындағы, аяғындағы қай дыбыс екенін айыра білуде өте маңызды. 2, 3, 4 буынды сөздерде қанша дыбыс бар екенін айыру үшін алдымен сөзді буындай білу керек. Мәселен, мұғалім ара сөзін буынға бөліп айтады. Алғашқы дыбыс қайсы? А. Екінші буында қандай дыбыстар бар? Ра. Сонда бұл сөзде қанша дыбыс бар екенін балалар түгел анықтап болған соң, өзге екі буынды, үш буынды, төрт буынды сөздердің дыбысын айырту жаттығулары қайталанады. Сөз ішіндегі дыбыстарды айыра һәм қоса білу үшін бір апта, ары кетсе 2 апта уақыт керек, дейді ұстазы. Бұны игермей тұрып, балаға әріп көрсетуге болмайды. Ахмет Байтұрсынұлы әдістемесі бойынша балалар сөзді буындап бөле білгеннен кейін сөздің әр буындағы дыбыстарды айырып, тұтас сөздің ішіндегі дыбыстарды білетін болған соң, дыбыстарды қосып сөз айтуды үйрету керек. Ол үшін әуелі дыбыстарды емес, сөздің буындарын бөлек-бөлек айтып, оларды қосқызып сөз айтқызу керек. Мәселе, алма буындарын қосқанда қандай сөз шығады екен деген сияқты мысалдар келтіруге болады. Дыбыспен жаттығу жұмысы хат танудың бастапқы кезінде ғана емес, әр жаңа әріппен танысқан кезде жоғарыда көрсетілген ретпен қайталанып отырғаны пайдалы. Алдымен танысатын дыбысы бар сөздің ішінен дыбысты танып айыру керек, одан кейін әріпін таңбасын көрсету керек. Сол әріп бар сөздерді оқыту және жазғызып дағдыландыру керек. Соңында пысықтау үшін қайталау, оқу, жазу барысында қателерді түзету жұмыстары жүргізіледі. Құрметті әріптес, сіз сабақ үйрету барысында Ақан қолданған осы ретті сақтайсыз ба?